кеш ханымдар мен мырзалар, қадірменді спорт сүйер қауым, тікелей эфирде Найза 69 турнирінің ресми көз түйістіру рәсімі Алматы қаласы, Алматы арена спорт кешенінде. Құрметті ағайындар, баршаларыңызға ассалаумағалейкум! Құрметті қадындар мен мырзалар, біз турнирдің барлық серіктестеріне, титулдық серіктес Олимпет, ресми серіктестері Gorilla Energy, Darlin, Saura Water және серіктестеріміз Sport Plus Қазақстан, Удар және Қалқан балына өз алғысымызды білдіреміз. Олай болса, біз бастауға дайынбыз. Ортаға Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабаланы шақырамыз. Сонымен қандар мен мырзалар, алғашқы жекпе-жек жартылай орта салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, first fight in welterweight division. Introducing, fighting out of the blue corner from Kokand, Uzbekistan. Қарсы алыңыздар, Исламжан Сабиржанов! Қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Сұлтан Тагиев! Соны әрғырай жалғастырамыз. Келесі жекпе-жек жартылай орта салмақта өтеді. The next fight in welterweight division, introducing, fighting out of the blue corner from Қонаев, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Николай Дума! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Нұрғанат Сағатбек! Сонымен турниріміздің үшінші жекпе-жегі жеңіл салмақта өтеді. The next fight in lightweight division. Please welcome, fighting out of the red corner from Kherson, Ukraine. Поприветствуйте, Виталий Дубина! Қарсыласы бүгінгі көз түйістіру рәсіміне келе алмады, бірақ жекпе-жек ресми өз күшінде. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Турниріміздің төртінші жекпе-жегі жартылай жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division, introducing, fighting out of the blue corner from Семей, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Дәурен Дакеда! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Ақсай, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Азамат Гадола!
келесі жекпе-жек жартылай жеңіл салмақта өтеді. The next fight in featherweight division, introducing fighting out of the blue corner. From Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Александр Бескочин! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. From Ақтау, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Еламан Жетібаев! Сонымен турниріміздің келесі жекпе-жегі орта салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in middleweight division, introducing fighting out of the blue corner. From Алматы, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Бақытжан Әлібеков! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. From Düsseldorf, Germany, please welcome Adam Elfaran! Турниріміздің келесі жекпе-жегі ауыр салмақта өтеді. The next fight in heavyweight division, introducing fighting out of the blue corner. From Ақтау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Дамир Русинов! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. From Сургут, Russia, поприветствуйте, Бейбулат Исаев! Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Келесі жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in lightweight division, introducing fighting out of the blue corner. From Ақсай, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Ерқанат Дарбаев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. From Атырау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Шыңғысхан Камалов! Жалғастырамыз. Турниріміздің келесі жекпе-жегі ең жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in flyweight division, introducing fighting out of the blue corner. From Moscow, Russia, поприветствуйте, Кавказ Керимов! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. From Атырау, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Еламан Саясатов!
Сонымен турниріміздің 10-шы жекпе-жегі жартылай жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division, introducing, fighting out of the blue corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Кирилл Карпенко. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent, fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Еділ Оразбек. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Карпекең, сен ана рухпайтын сияқты жерде төбелесіп жүре берсеңші, мына найза саған жараспайды. Түсінесің бе? Саған жараспайтындай жер. Ертең шығам, аяғыңа жармаса түсем, жығыласың, бол, жарыс аяқтайды. Келіп жарыс көріңіздер, қазақ елі. Қошеметтеріңіз Еділ Оразбек, ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Турниріміздің келесі жекпе-жегі аса жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in bantamweight division, introducing, fighting out of the blue corner from Mumbai, India, Ravi Sao. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent, fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Елжан Алиасқан. Жалғастырамыз, келесі жекпе-жек ең жеңіл салмақта өтеді. The next fight in flyweight division, introducing, fighting out of the blue corner from Delhi, India. Please welcome Beast Arun. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent, fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Бағлан Жақанша. Құрметті ағайындар, жауынгерлерге тағы да қолдау көрсетейік, ағайын! Сонымен, турниріміздің co-main evenті 5 раундтық аса жеңіл салмақтағы чемпиондық жекпе-жек. Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening. Is in a bantamweight championship. Introducing, fighting out of the blue corner from Екатеринбург, Russia. Дамы и господа, поприветствуйте Вячеслав Свищев! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent, fighting out of the red corner from Ақтөбе, Қазақстан, ханымдар мен мырзалар, найза, bantamweight champion of the world, Дастан Амангелді! Дастан, первый вопрос к тебе. Первая защита титула.
Слева от тебя такой серьезный соперник, возможно, самая серьезная проверка в твоей жизни. Какие ощущения? Всем ассаламу алейкум. По идее, это моя вторая, по идее. Первая должен быть летом, но соперник не нашли. Ощущения хорошие. Самый раз я прошел сборы в самом пике сейчас. Трудились, готовились, завтра покажем все. Вячеслав, ты вышел на коротком уведомлении, при этом, я думаю, все фанаты ММА знают, кто ты такой. Расскажи, чего ждать завтра. Друзья, всех приветствую. Однозначно завтра будет жесткий бой, поэтому все приходите. Бескомпромиссная рубка, победит сильнейший. Достан, рубку сделаем или много борьбы будет все-таки? Будет все по плану. Не скажу, какой будет геймплан. Вячеслав, а ты к борьбе готов? Готовы ко всему. Спасибо, ребят. Қошеметтеріңіз ағайын, аса жеңіл салмақтағы чемпиондық жекпе-жек. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен турниріміздің басты жекпе-жегі 5 раундтық жеңіл салмақтағы чемпиондық жекпе-жек. Ladies and gentlemen, the main fight of the evening. 5-round fight in lightweight championship. Introducing, fighting out of the blue corner. From Taraz, Kazakhstan, ханымдар мен мырзалар қарсы алыңыздар. Рүстем Құдайбергенов. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. Originally from Kherson, Ukraine, representing Tiger Muay Thai, Найза, lightweight champion of the world. Поприветствуйте, Даниэль Донченко! Даниил, чемпион, первый вопрос к тебе. У вас довольно напряженная была сейчас дуэль взглядов. Что ты увидел в глазах у претендента? Я увидел в глазах у претендента, что он будет бить и будет бить сильно. Я к этому готов. На самом деле будет очень яркое противостояние. Рустем готов, я готов, и мы покажем то, что от нас ждут. Спасибо. Рустем, это очень большой шанс, бой за титул, бой, к которому ты шел довольно давно. Какие у тебя эмоции сейчас и насколько ты часто визуализировал этот момент? Ассаламу алейкум. У меня все хорошо, иншаллах, завтра все увидите в клетке. Мы все покажем в клетке, иншаллах. Ждать ли нам номинанта на бой года от вашего противостояния с Рустемом, потому что у тебя уже есть такой опыт? Думаю, да. 2 боя, которые я проводил, из 5 были номинантом. Почему это не сделать в этот раз? Главное — получать удовольствие. Мы будем его получать. Пояс я дал, потому что, как я сказал, я выхожу как голодный претендент. Я не считаю чемпионом себя, я считаю, что мне нужно все заново доказать. Поэтому пояс у Жандарбека, у матчмейкера Лиги Найза, и мы будем доказывать все в субботу. Рустем, и вопрос к тебе. Будут ли завтра искры и будет ли завтра огонь в вашем бою? Это 100% будет искры. Завтра вы увидите зрелище. Спасибо, ребята. Бой за титул чемпиона в легком весе. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, осымен Найза 69 турнирінің ресми көз түйістіру рәсімі өз мәресіне жетті. Баршаларыңызды ертең Алматы Арена спорт кешенінде күтеміз. Жалынды жекпе-жектерден құр қалмаңыздар.